Армысыздар, құрметті менің YouTube каналымның оқырмандары. Бүгін сіздермен судың адам денсаулығына 9 пайдасы бар. Соны айтатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Арнам ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Жалпы өмірде судың адам денсаулығына қаншалықты пайдасы бар, оны біреу білсе, біреу біле бермейді, иә? Біреу мысалы таңертең тұрып 2 стакан жылы аш қарынға су ішуі мүмкін, ал адамдар оның қаншалықты пайдасы зор екенін білмеуі мүмкін, иә? Сондықтан да мен осы тақырыпты алып, судың пайдасы орасан зор екенін сіздерге айтқым келді. Менімен бірге болыңыздар. Арнам ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Аш қарынға су ішудің 9 пайдасы. Су жердегі өмір көзі. Судың адам денсаулығына пайдасы көп. Суды дұрыс ішудің бірнеше ережесін білсеңіз, оның пайдасын еселеуге болатынын түсінетін едіңіз. Күнде таңертең аш қарынға 1 стакан жылы су ішуді әдетке айналдырсаңыз, ағзада жағымды өзгерістер орын алады. Біріншіден, ағза тазарады. Түнде ағза демалып қана қоймай, токсиндерден тазарады. Ал аш қарынға су ішу бұл процеске көмектесе түседі. Оған қоса жүйелі түрде су ішу бұлшықеттер жасушалары мен жаңа эритроциттердің өңделуіне ықпал етеді. Екінші, көңіл күй жақсарады. Аш қарынға ішілген судың токсиндерді шығару мен ағзаны іске қосу қабілеті адамның эмоциялық жағдайына да жағымды әсер етеді. Су жүйке жүйесіне жанама әсер ете отырып, ашушаңдықты басады және ұйқыны ашады. Үшінші, жүрек жұмысына көмектеседі. Жүрек қан тамырлар жүйесі ауруларының ең кең тараған түрлеріне инфаркт пен инсульт жатады. Олар әдетте қандағы сұйықтық мөлшері аз болғандықтан қан ұйықтарының түзілуінен пайда болады. Жүйелі түрде аш қарынға су ішу қан тамырлар жүйесіне жағымды әсер етеді және инсульт қаупін төмендетеді. Құрметті ағайын, егер де жүректеріңіз ауыратын болса, жүректе ақау болатын болса, осы суды көбірек ішсеңіздер, онда жаңағы ауруларыңыздан айығуларыңыз мүмкін. Төртінші, асқазан ішек жолы ауруларын алдын алады. Қыжыл немесе асқазан ішек жолының басқа да жағымсыздықтары көбінесе асқазандағы жоғары қышқылдықтың себебінен пайда болады. Егер аш қарынға уақытылы су ішсеңіз, ол қышқылды сұйылтады және жағымсыз сезімдерден арылтады. Сондай-ақ асқазан таңғы асқа дайындалады. Су адам миына қалай әсер етеді? Осы сұраққа жауап беретін болсақ, 5-ші, зат алмасу жылдамдайды. Арықтағысы келетіндер, немесе асқазан жұмысын реттегісі келетіндер үшін зат алмасу процесін бақылау маңызды. Егер ол жеткілікті түрде жылдам болмаса, судың көмегіне жүгінуге болады. Аш қарынға ішілген су зат алмасу жылдамдығын 30% арттырады. 6-шыдан, тері жағдайы жақсарады. Сыртқы келбетіңіз жақсы көрінгенін қаласаңыз, алдымен ішкі жағдайға мән беру керек. Бұл жерде ағзаның су тепе-теңдігін ұстап тұру маңызды рөл атқарады. Әйтпесе тері құрғақтанып, ерте әжімдер пайда бола бастайды. Күнде таңертең аш қарынға 1 стакан су ішу арқылы тері жағдайын жақсартуға болады. 7-ші, шаш саулығын сақтайды. Ағзаға су жетіспесе, ол шаштың сыртқы жағдайына, оның өсуі мен қалыңдығына негатив әсер етеді. Сондықтан шашыңыз мықты болу үшін жеткілікті түрде су ішіп жүруіңіз қажет. 8-ші, бүйрек ауруларын алдын алады. Бүйректердің сау болуы ағзадағы су тепе-теңдігінің қалыпты болуымен тікелей байланысты. Аш қарынға және күні бойы уақытылы су ішіп тұру зәр мөлшерін арттырады.
Соның себебінен бүйректерде болуы мүмкін минералдар сұйылады. Осылайша тастар түзілуінің немесе қабынулар пайда болуының алдын алуға болады. 9. Иммунитет нығаяды. Көптеген аурулардың пайда болуы тікелей иммунитет жағдайымен байланысты. Аш қарынға ішілген су лимфалық жүйелер теңгеріміне жағымды әсер етеді. Ол өз кезегінде ағзаны қатайтып, түрлі аурулардың қоздырғыштарына төзімді болуына көмектеседі. Мінекей, бүгін біз сіздермен таңертең аш қарынға 2 стакан су ішсеңіз қандай пайдасы бар, сонымен бөлістік.